Отандық өндірушілер өндіріс қуатын арттырып, әлемдік нарықты бағындыруда. Олардың қатарында алматылық Trade Marketing Solutions және Novus Polymer компаниялары да бар. Біріншісі сауда құрал жабдықтарын шығарса, екіншісі пластик және алюминий өнімдерін шығарады. Ал халықаралық нарықтан орын алу үшін оларға сауда және интеграция министрлігі, Бәйтерек холдингі мен Қазақ экспорт сақтандыру компаниясы қолдау көрсетуде. Trade Marketing Solutions компаниясы 14 жылдан бері кондитерлік өнімдер, шоколад, сусын, кәдесый өнімдеріне арналған құрал жабдықтарды шығарады. Бір жылда зауыт 10 мың дана тауар өндіреді. Өндірушілер экспорттық әлеуетті арттырып, өз өнімдерін орталық Азия мен Шығыс Еуропаға жеткізуге ниетті. При содействии компании Казахэкспорт компаниясының қолдауымен біз өндірістік қуатты арттырып, өнім шығаруды жылына 20-30 мың дана тауарға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар экспортты көбейтуге ынталымыз. Мақсат сыртқы нарыққа шығатын өнімді 30%-ке көбейту. Қазақ экспорт Novus Polymer компаниясының да мүмкіндіктерін кеңейтуге жол ашты. Мемлекеттік қолдаудың арқасында кәсіпорын Өзбекстан мен Тәжікстан елдерінің нарығын игерді. Айта кетейік, Novus Polymer пластикті балқытып нығыздайтын Қазақстандағы ең ірі компания. Кәсіпорын 1000 адамды жұмыспен қамтып отыр. В течение года мы планируем реализовать крупный проект. Ірі жобаны жүзеге асырмақ ойдамыз. Алатау ауданында орналасқан индустриялық аймақтағы өндірістік алаңдарды кеңейтеміз. 8 гектардан асатын аумақта өндірістің талаптары мен стандарттарына жауап беретін заманауи тиімді өндірістік кешендер салынады. Компанияның тарихы 1993 жылдан басталады. Сол уақыттан бері компания өндірістің дамуына 50 миллион доллардан аса қаржы инвестициялаған. Отандық компаниялардың жетістігі мемлекеттік қолдаудың нәтижесі дейді кәсіпорын өкілдері. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы.